Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Мен мынау сіздерге видео сабаққа дауыс жазу программасын ұсынғалы отырмын. Яғни қалай тарту керек, оны қалай запись басу керек екендігін. Сіздер телефондарыңыздан яғни Play Marketке кіресіздер. Play Marketке кіргеннен кейін, яғни запись видео деп жазып, запись видеоны таңдайсыздар. Енді мына осы жерде бірнеше запись видеолар тұр. Енді сіз осы жерден жаңағы менікінде қазақша жазылып тұр, яғни экран жазу құрылғысы 2020 деп көк белгімен тұр. Міне осыны скачать етесіздер. Менде бұл көшіріліп қойған, сондықтан ашу немесе жою деп тұр. Сіздерден скачать деп шығады, оны көшіріп алдыңыздар. Сонымен назад қайтамыз. Міне в рекордер деген программа көшірілді. Енді осы программаны сіздер ашқан кезде, яғни сіздерден мындай жазулар шығады. Бірінші мындай жазу шықты. Одан кейін мынау нені рұқсат беру, яғни жазу шығады, оны сіз рұқсат беру деп жазасыз. Келесісінде мына бірдей бет ашылады, яғни окей дейсіз. Одан кейін келесі мындай экран шығады, тағы да next жазуын таңдайсыз. Одан тағы да next жазуын таңдайсыз. Одан кейін start деген белгіні басасыз. Немесе қызыл точка тұр, рекорд деген. Осыны таңдап алдыңыз. Сонымен сізде әлі запись басылған жоқ, тек телефонның бір шетінде міне мындай немен кәдімгі бағанағы мына белгіменен шығып тұрады. Менде қазір мынау запись жазылу болып тұр. Енді осыны бір ашып түртіп қоюларыңыз керек. Міне менікінде қазір сіздерде шеттен секунд жүріп жатыр. Сіздерде ол видеоның белгісімен ғана тұрады. Әлі сіз запись басқаныңыз жоқ. Бұны экранға осылай бір шетке шығарып алдыңыздар. Енді ары қарап сіз бұның бәрін дайындап болдыңыз. Сөйтесіз дағыны сіз сабағыңызды бастамас бұрын телефонды, яғни жаңағы ұшақ режиміне қойып аласыздар. Яғни самолет дейміз ба? Телефонға ешқандай запись, жаңағы сообщение, звонок ештеңе келмеу керек. Олар себеп кедергі жасайды, и сол сізге түсіп қалады. Сонымен сіздер жаңағы сабақтарыңызды компьютерде дайындап аласыздар болса слайдпен. Оны телефонға өткізіп алдық дейік программаны. Яғни PowerPoint. PowerPoint'ың ішінен сіз өтетін сабағыңызды таңдап алдыңыз. Менде мына сабақ тұр дейік. Менде қазір үлкен экран. Сіздерде мына түрде шығады. Яғни слайдты аштыңыздар. Әлі сабақ бастаған жоқсыз. Енді сіз осы жерден мына үлкен экранға келтіріп аламыз. Слайдты үлкейтіп. Бұл міне сіз нені дайындап алдыңыз. Енді сабағыңызды уже бастай берсеңіз болады. Менде қазір мынау қызылды бассам, тоқтату және пауза жасап қою белгілер тұр. Мен енді тоқтатуды бассам, мүлдем слайдым бітеді. Сіздер бұл жерде бастау деген бар. Бастауды бассаңыздар, сіздерден 3 секундтық уақыт шығады. Алдарыңыздан, яғни. Яғни тоқтату немесе қазір бастау. Қазір бастау таңдасаңыз, уже 3 секунд уақыт береді. Сіз бағананы ашып болғаннан кейін, бияққа ештеңе кірмейсіз, мен сіздерге көрсету үшін жазып жатырмын. Сіздер слайдтарыңызды, сабағыңызды жаңағына қызылды бассаңыз, сіздік басталады. Жаңағы ары қарап сөйлеп, келесі слайдқа өту үшін телефон бетін бір түртесіздер. Келесі слайдтарыңыз ары қарап кете береді. Яғни бұл жерде сіз келесі слайдқа өту үшін міндетті түрде телефон түртуіңіз керек. Яғни мен бұл жерде анимация жасап қойғандықтан әр түрткен сайын жазулар келіп отыр. Ары қарап сөйлеп кете бересіз. Ашатын да ашып программасын.